Мен мына Қызылқоға ауданының Тайсоған ауылдық округінің тұрғынымын. Осы ауылда Ақсақалдар кеңесінің басшысымын. Ауылымыз шағын ауыл, 900-ге жуық халық саны. Ауылымыз тыныш, әлеуметтік жағдай өте төмен, отбасы жоқ. Ауылымызда мынау семьялық кикілжің дейтін болған емес. Осы жылдың үстінде біздің ауылға участковый болып келген Алданбаев Ғаламат дейтін жігіт осында еңбек етеді, халықпен тіл табыса біледі. Ауылымызда мына участковый үйменен қамтылған, астында көлігі бар, автокөлігі. Осы күнде-күн ауылды аралап, халықтың жағдайын біліп тұрады, тіл табыса біледі халықпен. Мынау участковый жаңа Ғаламат дейтін азаматтан келгеннен бері өрескел бұзақылық жоқ, тыныш ауылымыз. Тайсоған ауылдық округіне бір жылдан бері учаскелік полиция инспекторы қызметін атқарып келемін. Жалпы учаскелік полиция инспектор болғаныма 5-6 жылдай уақыт болды. Оған дейін Тасжал ауылында қызмет атқардым. Тайсоған ауылында жалпы жағдай тұрақты, қылмыстық оқиғалар тіркелген жоқ. Қазақстан Республикасының президенті 2020 жылға Қазақстан Республикасы халқына жолдауында атап көрсеткендей, жұртқа жақын полиция қызметін қалыптастыру мақсатында осы Тайсоған ауылдық тұрғындармен тығыз байланыссам. Қазіргі таңда еліміздің індетке байланысты 90 сайынғы есебімді онлайн форматта беріп тұрамын. Ауыл тұрғындармен кері байланыс орнату мақсатында WhatsApp желісінде ашылған группа арқылы үнемі байланыста отырамын. Жұмыс жасауға толық мүмкіндік қарастырылған. Қызметтік автокөлігім және қызметтік тұрғын үйім бар. Алдағы уақытта елдің тыныштығын қорғап, құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алуда қызмет ете беремін. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Мен айтыскер ақын Ізбасаров Шалқарбай Сайлаубайұлы, киелі Қызылқоға ауданы Тайсоған ауылының перзентімін. Біздің ауыл әуелден ынтымағы ымыраласқан, бірлігі біте қайнасқан, тыныштықты ту еткен, қасиетті киелі берекелі ауыл. Ауылдың әрбір адамы үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарайды. Соның арқасында біздің ауылда ешқашан қылмыстық оқиға тіркелмеген және болмайды деп те сенеміз. Оның үстіне ауылдың полиция инспекторы, полиция капитаны Алданбаев Ғаламаттың күндізіне аянбай еткен еңбегінің арқасында ауылдың қазір күні де тыныш, түні де тыныш. Біз ауылдастар Ғаламаттың еңбегіне жоғары баға береміз. Қиянат жасамайтын аманатқа, жастары жоламайтын жаманатқа, Тайсоғанның тыныштығы үлгі болсын, басқа да ауылдармен жамағатқа, аянбай еңбек етіп жатқан бүгін тек сәттілік тілеймін Ғаламатқа.